жүйелік 8-дік 16-лық санау жүйесіне және кері ауыстыру болып табылады. Одан кейін мақсаты 10-дық және 2-лік санау жүйесіндегі айырмашылығын білу, 10-дық санды 2-лік және 2-лікті 10-дыққа ауыстыру принциптерін түсіну, сан ауыстыруда алгоритм қолданылатын есеп шығару. Осы ай бәрімізге белгілі тәуелсіздік және отаншылдық айы. Мен елімді мақтан тұтамын, өйткені әлем бойынша жер жолын жолдауын және айбаттауларын қазақтың нағыз батыр ұлы қызы деген ойыма қазақтың нағыз батыр ұлы болмаса қызын атамыз. Сабағымызды бастамас бұрын ары қарай топқа бөлініп алайық. Ол үшін Казматч.нет платформасы арқылы топқа бөлінетін боламыз. 2 топқа. Аяна, Альбия, Нұрислам, Нұркөш. 2-ші топ Сұңқар, Аружан, Сандра, Сәбина. Топқа бөлінді алдық. Енді өткен тақырыпты есімізге түсіріп алайық. Ол үшін Wordle платформасы арқылы өткен сабақтың сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Сан дегеніміз не? Дұрыс. Келесі сұрақ. Тезірек жауап беріңіз, ана жерде жоғарыда уақыт кетіп жатыр. Санау жүйесі дегеніміз не? Санау жүйесі дегеніміз натурал сандарды атау және цифрлық енді жаңа тақырыпты бастайтын болсақ, бұл жерде 10-дық санау жүйесінің 2-лік санау жүйесіне өту алгоритмі көрсетілген. Өткен тақырыптарда айттық, 2-лік санау жүйесінде 0 мен 1 цифрлармен қолданылады дедік. Енді 10-дық санау жүйесін 2-лік санау жүйесіне ауыстыру үшін 10-дық санау жүйесін 2-ге бөліп шығамыз. Яғни мына жердегі қалдық қашан 2 санынан кіші болады, сол санға дейінгі соңына дейін бөліп шығамыз. Және де оның жауабын жазу үшін мына соңғы шыққан саннан кері қарай бірінші шыққан санға дейін ғана жазамыз. 23-ті 2-ге бөліп 10-дық санау жүйесін 2-лік санау жүйесіне бөлген кезде соңғы санынан бастап жазылған міне 1, 0, 1, 1, 1. Яғни осылайынан жазамыз. Ал 2-лік санау жүйесін 10-дық санау жүйесіне алмастыру үшін солдан 10-ға қарай дәреже беріп шығамыз. Яғни жазатын болсақ, мысалға осылайынан сан берілді бізге. 2-лік санау жүйесін берілді. Енді мына жерде дәреже беріп шығамыз. 2, 3. Енді 1 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі болады. Яғни мына жерде біздің берген санымыз 2-нің дәрежесі болып есептеледі. Одан кейін қосылған біз 0-ді алмаймыз дедік. Өйткені кез келген санды 0 болып шығып кетеді. Одан кейін 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі. 1 дәреже жазылмайды. Одан кейін қосылған 1 дейміз. Яғни 2-нің 0 дәрежесі ол 1-ге тең болып кетеді. Енді 3 дәреже неше ертең? 8. Одан кейін 2 қосу 2 қосу 1 неше? 11. Яғни 10-дық санау жүйесіне ауыстырылды. Берілген бізге тапсырма берілген кезде ол қай санау жүйесінде екенін білу үшін астындағы беріп тұрған индекске қарап біз ажырата аламыз. Мысалға 10-дық санау жүйесінде мысалы 10 дейді, мына жерде 10 деп тұрады, 25 береді да 8 деп тұрады. Яғни біз 10-дық санау жүйесіне 8-дік санау жүйесі екенін ажырату үшін астындағы беріп тұрған индекс арқылы жұмыс жасаймыз. Түсіндік қоям. Енді бүгін топтық жұмыста бізге мына жерге
сіздерге. Мұқият тыңдап аламыз тапсырманы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Топтармен ақылдасып, екілік санау жүйесімен байланысты екі есеп құрастырыңдар. Есептердің шешу жолдарын көрсетіңдер. Маркер тұр. Топпен ақылдасып екі есеп құрастырамыз. Бірінші топ құрастырып болғаннан екінші топқа береміз. Екінші топ бірінші топқа береміз. Сосын шарт болғаннан кейін нәтижесін тексеретін боламыз. Biz оларға, яғни ондық санау жүйесіндегі екі сан бердік, яғни 28 мен 34 сандары, сол сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру. Енді олар дұрыс бағытты пайдалана отыра, яғни бағытты екі санды екіге бөле отыра, қалдық шыққанша, ең соң қалдық қалғанша бөлген және екі есепте дұрыс шыққан. Бірінші топқа бөлінді тақырыптағы екі есепте бөлген боламыз. Біріншісі ол екілік санау жүйесін ондық санау жүйесіне айналдыру, ал екінші есеп ондық санау жүйесін жүйесіне ауыстыру. Екі жауапты да тексердік, жауаптар дұрыс. Жұмыс, яғни алдарыңызға сұрақтар берілім, жұп бойынша. Сол сұрақтарға алдарыңызда ақпарат тұр, соған сұрақтардың жауабын жазамыз. Бізге берілген тапсырма екілік санау жүйесінде ең үлкен цифр қаншаға тең? Ол бізге 1-ге тең. Ондық санау жүйесінде санды басқа санау жүйесіне ауыстыру үшін қандай санға бөлу керек? Сол санау жүйесіндегі сол санға бөлу. Тапсырма сандарды екілік санау жүйесіне ондық санау жүйесіне ауыстыруда қандай ережеге сүйенеді? Яғни, мысалы 101 деген сан берілетін болса, содан төбесіне содан 10-ға қарай дәрежелейміз. Одан кейін ондық санау жүйесіндегі бөлшек сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін қандай әдіс қолданады? Яғни бірінші бүтін алсақ, содан 10-ға қарай дәрежелейміз да, ал бүтірден кейінгі сандарды минус дәрежемен дәрежелейміз. Келесі тапсырма жеке жұмыс, яғни оқулықтағы 35-ші беттегі есептерді шығарамыз. 4 есеп берілген. Осы 4 есепті алдымыздағы дәптерге орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың соңына келдік, яғни бекіту тапсырмалары бәріміз телефонымызды аламыз. Тақтада көрсетіп тұрған QR-кодты сканерлеп, бүгінгі тақырыпқа байланысты 5 сұрақ берілген, соны белгілеп шығамыз.